Енді біздің осы сұхбатқа келген тәуелсіздіктің құрдастарына үнемі қойып жүрген дәстүрлі сұрағымыз бар. 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмайсың деп жатады. Енді осы 30 жасқа келгенде менің бұзған қамалым болмаса менің жеткен жетістігім деп қай жетістігіңізді айтасыз? Өзімнің ұстаздық жолымды мақтан тұтамын. Осы бір мамандығымды ұстаз деген ұлы тұлға. Аттың ізін тай басады деп жатады қазақта. Жалпы осы бір мықтыларды шығарған мектепте қазір сол ізбасарлар шығып жатыр ма? Ауыз толтырып айтатындай мақтаныштарымыз бар. Өскелең ұрпақтар өсуде. Өз жұртын сыншылы келеді дейді ғой. Жалпы өзін оқыған мектепте жұмыс атқарған қалай жалпы жауапкершілігі? Өзімнің ұстаздарым бүгінгі күнде әріптес болып отырмын. Әрине бұл үлкен жауапкершілік. Енді жігітке жеті өнер аз, жетпіс өнер кемде емес деп жатамыз. Өзіңіз де мына өнер саласынан да махрұм емессіз. Армысыздар, қадірлі Жайық толқыны бағдарламасының тұрақты көрермендері, кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта тәуелсіздіктің нақ құрдасы, дарынды домбырашы, Казталов ауданына қарасты Ақбатер ауылындағы Ақбатер жалпы орта білім беретін мектебінің директоры Құмарғалиев Ержан Хабиболлаұлы қонақта. Қош келдіңіз. Әңгімемізді әуелі өзіңізден бастасақ, өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Көп рахмет. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Құмарғалиев Ержан Хабиболлаұлы, Ақбатер ауылының тумасы. Осы 1991 жылы дүниеге келіп, тәуелсіздік құрдасы ретінде шақырып отқандарыңызға көптен көп рахмет алдымен. Бүгінгі таңда Ақбатер жалпы орта білім беретін мектебінде алдағы өткен 20 жылдан бастап мектеп басшысы ретінде қызмет атқарып келеміз. Сонымен қоса домбыра пәнінен мұғалімдік етіп, ұстаздық қызмет атқарып жатқан жайымыз бар. Енді өзіңізде жалпы Ақбатер ауылында туып өстіңіз. Енді Ақбатер ауылы Тұрсынбек Қабатовтың әлем чемпионы болған Нұрбол Серіковтің ауыл екенін жақсы білеміз. Енді қазір мектеп саласында жұмыс атқарып жатқаннан кейін мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы аттың ізін тай басады деп жатады қазақта. Жалпы осы бір мықтыларды шығарған мектепте қазір сол ізбасарлар шығып жатыр ма? Әрине, біздің мектеп жалпы ауылды айтатын болсақ, сондай бір өнерге де, спортта да біліммен қоса тәрбиені қатар меңгерген. Енді айтамыз ғой, тәрбиесіз білім адамзаттың қас жауы деп жатамыз. Мектебімізде, ауылымызда жалпы атап өткен жаңағы Тұрсынбек ағаларымыз, Нұрбол бауырларымыз спорттан, өнерден елдің абыройын қорғап жүр, ел мақтанышы, елге танымал азаматтар. Бүгінгі таңда да осы бағытта жұмыстар атқарылып келеді. Ауыз толтырып айтатындай мақтаныштарымыз бар. Өскелең ұрпақтар өсуде. Алды республикалық, халықаралық додаларда, спортта болсын, өнерде болсын, бақтарын сынап, жүлделі орындар алып, ауылдың абыройын арттырып жүр. Бүгінгі таңда да енді бұл бағытта жалпы мектебімізде бірқатар жұмыстар, жоспарлы жұмыстар атқарып жатырмыз. Енді айта кетер болсақ, жалпы біздің мектеп жаңа айтып өткенімдей спортпен, шығармашылықпен, өнерден де кенже емес. Сондықтан да бізде деген мектепшілік білім бағыты бойынша кәсіби қауымдастық жұмыс атқарса, сонымен қоса IQ жаңағыдай шығармашылық топ бар. Мектептің белсенді, орта және жас буындардан құралған. Сонымен жоспарлы жұмыстар атқарып жатырмыз. Оның ішінде білім, тәрбие, сонымен қоса қазіргі кезде мына өте актуалды волонтерлік қызметпен де айналысып жатырмыз. Оның бір жемісі өткен жылы үздік волонтер атанды бір
педагогымыз Лұқпанова Асылзада Елтайқызы деген биылғы жылда Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен курс өткізіп тегін күні кеше төрағасымен алғыс хатымен марапатталды. Оқушыларымыз сертификаттар алды, тегін курсқа қатысып. Айтар жұмыстарымыз көп, алдағы жоспарларда баршылық, жұмыстанудамыз. Өте керемет. Атқарып жатқан жұмыстарға келгенде, мектептегі жақсы бір нәтижелерге келгенде, мына ауыл азаматтарында қолдап, қолпаштап жатқанда естіп жатамыз. Мына қашанда қазақта өз жұртын сыншылы келеді дейді ғой. Жалпы өзін оқыған мектепте жұмыс атқарған қалай, жалпы жауапкершілігі өте жоғары ма? Әрине, осы Ақбатер мектебінде 11 жыл білім алдым өзім. Өзімнің ұстаздарым, бүгінгі күнде әріптес болып отырмын. Әрине, бұл үлкен жауапкершілік. Расымен де дей тұрғанмен осындай бір басшылыққа ұсыныс түскеннен кейін өзім ауылым, өзім мектебім неге атқармасқа деген ой болды. Расымен білім бөлімінің басшысы Самал Қанапияқызы осындай басшылықты ұсынған кезде, енді ең біріншіден ол үлкен жауапкершілік, сенім, үмітін ақтауымыз керек. Сенім білдіргеннен кейін жауапкершілікпен кірісіп жұмыс атқарып келеміз. Әрине, маған ұстаздық еткен ұстаздарымыз бар, жас буындар бар. Ешқандай біздің ұжымда деген ауызбіршілігі жарасқан, бірлігі мықты, ынтымағымен сондай ұжым тату-тәтті. Әрдайым қандай мен жас ретінде жаңа бастамалар атқарсам да, әрдайым қолдап, қолпаштап, бірлесіп нәтижелі жұмыстар атқарып келеміз. Енді ауылдың ішінде жаңа айтып өткеніміздей, бізде кәсіпкерлер, жаңағыдай шаруа қожалықтары болсын, ауылдың ел ағалары, жаңағыдай қалталы азаматтарымыз, мысалы, елге деген, жерге деген өздерінің көмектерін әрдайым көмектесіп отырады. Ауылымызда жалпы өнерге де, спортта да жаңағы айтып өткен жетістіктеріміз шығып жатыр. Шәкірттеріміз оның бірден бір жаңағы ауылдың беделді, қалталы, жаңағыдай шаруа қожалықтары, кәсіпкерлері ауылдың елге, жерге деген өздерінің үлестерін қосып, демеушілік жасап, өздерінің септігін тигізіп жатыр бүгінгі күнде. Бұл дегеніміз ауылдағы атқарылып жатқан жұмыстар, мектептегі жұмыстар, бірқатар жұмыстарға өздерінің көмегі тиді. Өткен жылда мысалы айтып өткім келеді, ауылда мектебімізде жаңағы коворкинг бұрышы жасақталған болатын. Ол дегеніміз мысалы оқуға құштар мектеп жобасы аясында іске асырылды. Бұл жерде 2006 жылғы түлектер тарту етіп, өздері бұрышты жасақтап, сондай демеушілік жасады. Сол сияқты 40 жылдық түлектер мәжіліс залын жасақтап берді, жаңаша жабдықтап берді. Сондай бірқатар құрылыс жұмыстарына, күрес залына, жаңағыдай жуыну бөлмесі, жылыту қазандығына, интернатымыз бар, жатақханамыз. Сонда да бірқатар жөндеу жұмыстарына да демеушілік жасап, әрдайым қолдап отырады. Осындай істердің басы қасында бізде ауылда жүретін ел ағалары енді бірқатарын атап өткім келеді. Хасан Самат Хамзаұлы, Өтеғұлов Бейбіт Кәрімұлы, сол сияқты Қабденов Ербол Талғатұлы деген азаматтарымыз бар. Әрдайым кез келген ауылдық болсын, мектепшілік болсын, жұмыстарда белсенді қолдау білдіріп отыр. Бәрекелді. Енді осы қызметте, басшылық қызметте өздеріңіздей жастардың жүргені әрқашанда көңіл қуантады. Енді жігітке жеті өнер аз, жетпіс өнер кемде емес деп жатамыз. Өзіңізде мына өнер саласынан да махрұм емессіз. Талай шәкірттеріңізді де байқаулардан республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде жүлде алып жүргенін көріп, естіп, біліп жүрміз. Өзіңіз де талай кезінде додаларды жарған азаматсыз. Енді осы бір сәтте сізден қонаққа де сұрасақ. Енді бүгін шақыртуыңызға тағы да мәрте рахмет. Мен орындайын деген күйім енді көпшіліктің көңілінен шыққан, біздің елімізде Секен Тұрысбеков деген күйші композитор ағамыз бар. Сол кісінің көңіл толқыны деген күйі бар. Бұл күй жалпы 1985-87 жылдары
туған күй екен. Қысқаша мазмұны енді Секен ағамыздың екі бірдей қызы қайтыс болып, содан күйші тұйықталып, өзі сондай бір іштей тынып, бұл жерде енді мазмұнында әкенің орны толмас өкініші, өксігі бейнеленген. Орындап берейін. бәрекелді, керемет екен, өнеріңіз өрге жүзсін. Енді мына қызмет саласында жүргеннен кейін өнер саласына көңіл бөлінбей қалып жатырған жоқ па? Жалпы шәкірттеріңіздің алды осы универ сатында студент болып жүргенінде білеміз. Мына сөздің барысында шығармашылық кеш беруді ойда бар екен, сол жайлы айтып өтсеңіз. Енді
бұл деген өнеріміз деген домбырамыз жалпы енді қазақтың киелі аспабы, қасиетті қара домбырамыз. Бұл бала күнгі арманымыз, өзіміздің осы бала күннен армандап домбыраның үніне елігіп, сөйтіп үйреніп өстік. Енді бүгінгі таңда ұстаздық етіп, осы 2012-ден бері қарап отырсақ, 9 жыл жұмыс өтілім болыпты. Осы 9 жылда алғашқы шәкірттерім бүгінгі таңда Махамбет Өтемісов атындағы университетте оқып жатыр, алды. Біраз бүгінде өздерінің алғашқы жетістіктеріне жетіп жатыр, студент ретінде додаларға қатысып жатыр. Енді оқушы кезінден бүгінгі таңда оқушылардан да Кербез домбырашылар ансамблі бар. Ансамбльдің айтар жетістігі көп. Аудандық, облыстық, республикалық байқауларда да бас жүлде алып, ауылдың, мектептің абыройын асқақтатып жүр. Енді өзімізде осы бір 30 жылға келгенде жаңағы бір тартып өткен күйімдегідей көңіл толқыны деген сияқты, мысалы, ол кісінің өзінің өкініші болса, әр адамның өзінің бір ішінде өкініші бір әттеген-ай деген болуы мүмкін. Сол себепті бір 30 жасқа келгенде, осы 30 жылдық өміріңді ой елегінен өткізіп, өнеріңді саралап, өміріңмен бір шығармашылық кеш, есеп беру кеші ретінде жоспарлап отырмыз. Енді бұйырса, осы қараша айында өткізем деген жоспар бар. Аудан орталығында әрине басшылықпен келісе отырып, жоспарда бар, ұйымдастырамыз бұйырса. Енді өткелі жатқан кешіңізге сәттілік тілейміз. Мына шәкірттеріңізбен үнемі мақтанып жүре беріңіз. Енді біздің осы сұхбатқа келген тәуелсіздіктің құрдастарына үнемі қойып жүрген дәстүрлі сұрағымыз бар. Қазақта 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмайсың деп жатады. Енді осы 30 жасқа келгенде менің бұзған қамалым болмаса, менің жеткен жетістігім деп қай жетістігіңізді айтасыз, болмаса қай бір өнегеңізді айтар едіңіз? Әрине, жаңа айтып өткенімдей, 30 жылда өз-өзіңе есеп бересің. Бұл тұста енді бір өзімнің ұстаздық жолымды мақтан тұтамын. Осы бір мамандығымды, ұстаз деген ұлы тұлға, әрине шәкіртсіз ұстаз тұл дейді. Ұстаз шәкіртімен мақтанады бірінші кезекте. Мақтанатыным менің шәкірттерім ең алдымен. Шәкірт тәрбиеледік, білімімізді, білігімізді балаға тарттық, тәрбиеледік. Сонымен ең бірінші кезекте соны айтуға болады, мақтанамын деп. Банағыдан бері сөздің барысымызда шәкірттеріңіз деп жатырмыз. Енді сіз домбыраны тек орындаушысыз, күй орындайсыз. Ал енді жеке өзіңіздің ойыңызда бір шабытты шарықтатып отырып, бір күй шығару, халыққа бір күй арнау дейтін ой жоқ па? Әрине, бұл жерде енді біз расымен келгенде домбырашымыз, яғни күйді орындаушымыз да. Орындаушымыз, шәкірттерге үйретеміз. Дей тұрғанмен күйшілік өнері ол бөлек тылсым дүние деп есептеймін өз басым. Сондықтан да өте бір сақтықпен кірісу керек деп есептеймін. Бұған бір шабыт керек расымен де. Бұл бір мен шығарайын екен деп, қазір шығара қояйын деген мақсатта ол шығармау керек деп есептеймін өзім. Мүмкін бір 40-та, мүмкін 50-де шығар. Өзі уақыты келген кезде әуен, саз бәрі ұштасу керек деп есептеймін. Рахмет. Тәуелсіздіктің құрдастары дегенде, сол тәуелсіздік жылдардағы тәуелсіздіктің жастарының алды сіздер. Яғни кейіннен келе жатырған ұрпаққа қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Болмаса өзіңіздей мықты жас маман болу үшін қандай қадамдар жасау керек? Әрине, биыл енді еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл, сол тұста біздер деген тәуелсіздік құрдас ретінде аталып жатырмыз, еленіп жатырмыз. Еліміздің осы бір 30 жылда сараласақ, жетістіктері өте көп. Өткенді саралап, келерді болжап, бүгінге ең алдымен жастарға қанағат керек деп есептеймін. Сондықтан да әрдайым өздерінің бағыттары анық, мақсаттары анық, жұмыстану керек, еңбектену керек.
адам болғаннан кейін армансыз, мақсатсыз болмайды. Мынандай бір еркін сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы Ержан Хабиболлаұлы бір 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін бір қандай деңгейде болады деп ойлайсыз? Әрине, болашақты болжаймыз, бүгінгіде шүкіршілік етеміз, келерден үмітіміз зор дей тұрғанмен, біздің өз басымның мысалға ең басты мақсатымыз енді ол артымыздан салиқалы ұрпақ қалдыру. Бүгінгі күнде жанұялымыз, 2 кішкентай қызым бар. Енді өзімді бір болашақта жақсы әке ретінде көргім келеді. Және де бір елімізге елеулі үлес қосатын сондай бір азаматтардың қатарынан, ел ағаларының қатарынан болсақ деген арманымыз, сол мақсатымыз да сол. Сондықтан да сол бағытта жұмыстануымыз керек. Әр қазақ осындай мақсатта, әр азаматымыз осындай мақсатта жұмыстанса, еліміз гүлденеді, көркейеді. Ең бастысы бірлігіміз, ынтымағымыз, бүгінгі таңдағы тыныштығымыз мықты, берік болу керек деп есептеймін. Енді мына алдыңызда жатырған парақтан да көріп тұрмыз, арасында бір қалам тербеп, өлең жазатын да қасиетіңіз бар екен. Бір біздің көрермендерге арнап, осы 30 жылдық тұсында сыр деген өлеңіңізді алып келіпсіз, соны оқып берсеңіз. Кей кездері ойланып отырып бір өлең жазатынымыз бар. Енді 30 жылдық деп жатырмыз, жаңағы айтып өткенде бір күйде де баяндалғандай, әркімнің бір өксісі, өкініші болады. Мен өкінішім демей-ақ қояйын, жалпы өткенге өкінуге болмайды. Дей тұрғанмен өлең жолдарында тақырыбын сондықтан сыр деп қойдым, оқып берейін. Отырмын өз-өзіме сыр ақтарып, келеді жағдайымда тұрақталып, күлкілі естелікке айналды ғой, сәттерім тұрып кеткен құлап барып. Қашанда елім деген ер едім мен, қаймықпай әрбір сынды жеңе білгем. Орда бұзар 30-ым келіп қалды, бой түзеп елмен бірге келемін мен. Жазады жүректегі жарамды өлең, ол рас бір нәрсеге алам боп ем. Іштегі алай дүлей буырқанған, сағыныш асыл ана саған деген. Қайтарам, қайтсем саған қарызымды, ойласам перзенттік парызымды. Бір сәттік тілдесуге мүмкін болса, айтар ем ана саған арызымды. Қолдайды әрбір ана баласын кеп, білмейді кейбіреулер бағасын теп. Әр жеткен жеңісімде сен ойлаймын, бір аунап жатқан шығар анашым деп. Сеніммен біз ертеңге ер жеткенек, 30 жас көктем болып төрліп келеді. Ауырған жүрегімнің жан жарасын өнер деген витамин емдеп келеді. Бәрекелді, керемет. Мына біздің шақыртуымызды алып сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Мағжан сенген жастарын тек қана алды болып жүре беріңіз. Осы бағдарлама соңында біздің көрермендерге өзіңіздің ықылас ниетіңізді, тілегіңізді жеткізіп, біздің көрермендер үшін тағы да бір қысқа да нұсқа күйіңізді орындап берсеңіз. Сіздердің шақыртуыңызға тағы да бір мәрте рахмет, көптен көп. Енді бүгінгі таңда өзіңіз көріп отырсыздар, 2-ші жылға кеттік. Пандемия, карантин, шектеу шаралары, еліміз тыныш болсын, денсаулық басты байлық екенін тағы да бір мәрте дәлелдеді. Сондықтан да еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деймін. Енді тағы бір күй, енді Нұрғиса Тілендиев атамыздың жекпе-жек деген күйін орындаған келеді. Бұл бір күй өте жігерлі, жастарға, ұлттық құндылықтарға жастарымыз негізделу керек. Сондықтан да осы күйді орындап бергім келіп тұр. Жақсы.
Құрметті көрермен қауым, біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.